Қайырлы күн достар, сіздермен Мери, менің каналыма қош келдіңіздер. Қыстың қамын жазда ойла демекші, сіздерге нағыз қыста желінетін дәмді салаттың рецептін ұсынғым келеді. Салатымыз осындай қою, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен сіздер де жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін қарауларыңызды сұраймын. Алдымен керек заттарымызды дайындап аламыз. Бізге қызанақ, болгар бұрышы, аскөк, сәбіз, пияз, сарымсақ және ащы бұрыш қажет болады. Барлығын тазалап жуып аламыз. Бірінші кезекте біз банкаларымызды 7-8 минуттай осындай мантваркте немесе чайникте булап аламыз. Қақпақтарында 4-5 минут осындай бөлек суда қайнатамыз. Ары қарай қызанақтарымызды ет тартқыштан жақсы өтетіндей етіп, майдалап бөліктерге бөліп аламыз. Міне осындай бөліктерге бөліп алғаннан кейін артық шеттерін алып тастаңыздар. Достар, мен барлық керек заттарды осы видеоның астында описание деген бөлім болады, сол жерге жазып қоямын, қарап жасап көріңіз. Міне осындай қызанақтарымызды жақсылап ет тартқыштан барлығын өткізіп бөлек ыдысқа құйып қоямыз. Ары қарай біз сәбізімізді осындай теркадан өткізіп аламыз, немесе терка болмаса майдалап турасаңыздар болады. Пиязымызды да кәдімгі тамаққа турағандай етіп, осындай үлкен бір пиязды турап аламыз. Сарымсақты да осы пышақтың көмегімен майдалап турап аламыз. Барлығын алдын ала дайындап алсаңыздар өздеріңізге оңай болады. Достар, осы жерде айта кететінім, ащы бұрышты ет тартқыштан өткізіп алсаңыздар болады. Мен осылай турап қостым, және де ащы бұрыш көп қосып жібермеңіздер, салаттарыңыз қатты ащы болып кетпесін. Осы 2 данасы жеткілікті болады. Ары қарай біз бұрыштарымызды сондай қатты майда етпей, орташа көлемде 4 бұрышты етіп турап аламыз. Мен осындай жасыл түрлерінде қостым, салатта әдемі болып көрінсін деп. Ары қарай қазанымызға 150 грамдай, яғни 1 кеседей май болады. Сол майды құйып, қыздырып, пиязды 2-3 минуттай жақсылап қуырып аламыз. Одан ары қарай қуырудың қажеті жоқ. Пиязды қуырып алғаннан кейін, оның үстіне біз жаңағы турап алған болгар бұрыштарын қосып шығамыз. Болгар бұрышын осындай 4 бұрышты бөліктерге турап алыңыздар. Міне осылай араластырып шығамыз. Алдымен газ отымыз қатты жанып тұруы қажет. Болгар бұрышын 7-8 минуттай қуырып аламыз. Міне достар, 7-8 минут қуырылғаннан кейін болгар бұрышымыз кішірейе бастады. Оның үстіне теркадан өткізіліп алған сәбізімізді қосамыз. Айта кететін, теркаларыңыз болмаса майдалап осылай турап алсаңыздар болады. Сәбізді де көп қуырудың қажеті жоқ, 5-6 минуттай қуырып аламыз. Оның үстінен ащы бұрышымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Достар, осы жерде менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, лайк басып, подписаться батырмасын басып қойыңыз. Ащы бұрыш салғаннан кейін 2-3 минут қуырып, мен ыдысымды ауыстырдым. Менде ыдыс кішкентай болып тұр. Сіздерде ыдыстарыңыз үлкен болса, сонымен жалғастырыңыздар. Мен осылай үлкен ыдысқа ауыстырғаннан кейін ет тартқыштан өткізіп алған қызанағымызды құйып, араластырып, отымызды орта отта қойып, қақпағын жауып, қайнатуға қоямыз. Міне достар, біздің салатымыз қайнап жатыр. 30 минуттай осылай қайнатып, арасында араластырып тұрамыз. 30 минуттан кейін сарымсағымызды саламыз, және де араластырып, оның үстінен дәмдеуіштеріміз қосамыз. Алдымен 3 ас қасық тұз, 3 ас қасық шекер салып алдым, араластырып, дәмін көрдім. Дәмі маған сәл тұзы аздау болды, сондықтан мен қайтадан жарты ас қасық тұз, жарты ас қасық шекер қостым. Сонда барлығы 3,5 ас қасық шекер, 3,5 ас қасық тұз болды. Лавровый лист және де ірі қара бұрыштан қосып жібердім. Қалауларыңызша қоспасаңыздар да болады. Одан ары қарай туралған аскөгімізді салып, араластырып, қақпағын қиялап жауып, тағы да бір 15 минуттай қайнауға қойып қоямыз. Міне достар, қақпағын осылай қойыңыздар. 15 минут міне қайнап шыққаннан кейін біздің салатымыз дайын болды. Осы жерде достар, дәмін көріп, болгар бұрышымыз бен сәбізіміз піскенін қараңыздар. Егер қытырлап тұрса, тағы бір 10 минутқа қайнатып алыңыз. Менде пісіп шықты. Яғни барлық қайнау уақыты бізде салатымыздың 40-45 минуттай уақытты алды. Банкамызға салаттарымызды осылай құйып аламыз. Банканы суытпай, тез-тез құйып, қақпағын жауып дайындап аламыз. Арнайы банка бұрағыш құралмен осылай бұрап, банкаларымызды жауып аламыз.
сіздерге жасап көруге кеңес етемін. Достар, қазақша контенттің дамуына, яғни қазақша YouTube каналдарының дамуына үлесіңізді қосып, осы каналды поделиться батырмасын басу арқылы достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.